қазір көңіл күйіңізді көтеріп, психологиялық ахуалыңызды дұрыстап алайық. Әрбір адам, яғни кеңістік бар ішінде, иә? Енді қараңдар, сол геометриялық фигураларға қарап, біз не істейді екенбіз? Біздің айналамызда мынандай тапсырма беремін. Біз осы математика сабағында есептеуді жақсы орындауымыз үшін ең алдымен нені білуіміз керек, балалар? Көбейту кесірін. Көбейту кесірін. Бөлуді де, көбейтуді де жақсы. Тамаша, үшінші топ аяқтады. Білімділер тобы, келіңдер, әкел. Тыңдап. Ал, оқшы. Разираттан аттамай үш тамағы санды бір тамағы санға. Жашықты 300. 30 көбейту 5 тең 450, Y қосу 150 тең 450, Y тең 450 азайту 150, Y тең 300 қосу 30 көбейту 5. Тамаша, оқы ғой. 520 бөлеміз 100 тең 985 алу 100 885 дейді. Дұрыс шықты ма балалар бәріңізде? Иә. Дұрыс. Сендерде қанша шықты? Біріншісінде? Егірік? Егірік 300. Дұрыс. Сендерде? Егірік қанша шықты? 11 шықты. Тамаша балалар. Үйіміз берем, тыңдаңдар. 2-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдаланып, тура теңдік шығатындай бос орындарды толтырып. Сандар қайталанбау керек. Қан тез табылды. Мына жерде жазыңдар, жазып көрсетіңдер маған. Мына жерде 2-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдаланып, тура теңдік шығатындай бос орындарды толтырып, сандар қайталанбау керек. Мына жерде де 9-ға қай бөлігінен келдік балалар? Терезе есік саған жоқпыз ғой әлі. Терезеге келдік. Бұл 9-шы тапсырма бізде. Жоқ, жаңа қымызда терезені соғып қойғанбыз. Енді бұда не саламыз? Есік саламыз.